бұл кезде дағы қосылған құн салығы бойынша қазіргі таңда көп салық төлеуші біз тіркеледі деп болжам жасамаймыз. Біздің мақсат жүздеген мың адамды НДС-ге ауыстыру емес. Кім бизнес өкілдері мен жұмысшысы, солар ғана ауысуы мүмкін. Олардың көлемі бүгінгі таңда есептілік бойынша 30 мың, 35 мыңнан асып жатқан жоқ. Сендерді нақтылап қарағасын әлде де төмендеуі мүмкін. Сондықтан қазір әлеуметтік желілерде туындайды ғой сұрақтар. Барлығы бухгалтерларды алу керек, барлығы қосымша шығын жұмсайды, барлығының ауыртпашылық болады, бизнес жабылып қалады, банкрот болады деген ақпарат бар, бірақ ол жалған ақпарат. Сондықтан осы түсіндіру жұмыстары бізде 2 ай бойы жүргізілген болатын. Дегенмен де қазірде барлық өңірлерде әр министрлік тарапынан орынбасарлар өңір үшін түсіндіру жұмыстары жүргізіп жатыр. Тағы айта кетейін, бізде енді халықтың үніне құлақ салу керек, түсіну керек, оны біз білеміз. Біздің мақсат бизнесті банкротқа апармай, базаны ұлғайту болып табылады. Баланс сақталу керек мемлекет пен бизнестің. Осы нормативтік құжаттар дайындаған кезде ұсыныстарды біз ескереміз. Мысалы келтіре кетейін, мысалы көп сұрақ туындады. Етамға деген жобаны енгізіп жатсыздар, НДС аванс болады деген сұрақтар туындады. Айтайын, бұл режимға біз тек қана бір категория дейміз. Әлгі счет фактураны жазып, соңынан тексеріс кезінде қайта алып тастаған салық төлеушілер ғана бұл режимге, авторежимге ауысатын болады. Оларды біз нақтылап қараймыз. Жылына ондай салық төлеушілердің саны 800-ден аспайды. 800 салық төлеуші, 2 миллион бизнес өкілі бар, 800 салық төлеушіні автомат түрде тексеретін боламыз.